Андабыз мынау түрің мұз-мұз. Сен ұйықтамағансың ба? Кешірім ойлы. Біррайым ба? Осы бәле қиып болып кетті инстаграмда, иә. Көмейді нәрселер деп түсіріп алып хит бола береді екен сөйлді. Екеуміз таза хит болатын еді ғой, сіз инстаграмға тіркеліп алу керек еді, ше. Соны бір ауылдың өсектер деп жіберу керек. Сен өсекші танып жүретін. Өмір мегабайтымызға жармай жүреміз, сол инстаграм сорына қашан кіреді екен. Шығарайшы сонда бір инстаграмда бар ғой. Ауылдың өсектерінен ғафу етіңіздер деп. Сосын сен келесің да, пияз алыңыз десең мен келемін да, ойбай, сен пияздың кремі шіріп кеткен деп. Соның өзі қалып өтеді ғой. Мен тұрып өтетін сен тұрғанда қалып өтпейді ау. Өлі, жоқ осы бар. О, сол. Халима! Кел экраны. Халима! Қыстан шықты. О, сенің мысығы бір иттер сияқты. Ит пен мысық таниды ғой адамды. О, сен айтып кетмес айтып сәлем. Қалайсың, Петрушка? Қалай? Не? Қалайсың өзі? Осы мен келген сайын тегі. Тамақ істеген маса түк білмейді екенсің. Сен сияқты көшенің соңғы өсектерін жинап жүрген жоқсың, қалай тамақ істесек бала шағымызға істейміз. Ойбай, не айтпақшысың мен? Немене, өсек айтсам үйінде телевизорында жоқ, менің арқамда біліп отыр емессің? Ойбай, еститін өсегіміз апамыздан ақ естейміз. Ой, қойшы. Не тостаққа дейін алып кетесің, тостаққа. Айналайын, әкеп беруге келдік осыны. Рахмет. О, сор, осың қазір жағымпаздан мұшық сияқты алып кетесің ғой барып апамнан. Немене бәлез деп тұрсың, мен саған бір күшті өсе алып келемін, свежий бір. А Фатимашы магазинші. Оң жақта тұратын шығарсың. Сор, сразу бастап естің бе сорын? Айт, Өсекте жәніңді бересің. көңілің кең диапазондай фортепианоның үнін көрген